Сәлем достар, бүгін сіздерге іш майдан тоң май жасауды, тоң майды шыжғыруды көрсететін боламын. Өте оңай әдістердің бірі, әрі өте пайдалы майлардың бірі. Көп үнемдейсіздер. Кез келген самсаның қамырына тамаққа араластырып қоссаңыздар, өте дәмді шығады. Алдымен осындай іш майларды алып, ұсақтап турап аласыздар. Болмаса үйде ет тартқыш болса, содан жақсылап өткізіп алсаңыздар да болады. Ұсақтап туралған тоң майларымызды кастроль, қазан секілді ыдыстарымызға қойып, астын өте баяу отқа қойып аламыз. Қатты қойып жібермеңіздер, біздің майларымыз қатты күйіп, қоңыр түстес болып кетуі мүмкін. Осылай баяу отта өзі шыжғырылып, майы бөлініп, бетінде аздаған майлары шыға бастайды, түйіршіктелген. Бұл майларды кейін сүзіп алып тастаймыз. Сәл суығаннан кейін ыдысқа, болмаса осындай банкілерге құйып сақтап қойсаңыздар болады. Өте пайдалы май. Расымен де бұны сұйық маймен араластырып тамаққа пайдалана берсеңіздер де болады. Қатты манан, самсаның қамырының арасына қосып жіберсеңіздер де өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза Тілеулес. Каналымда өзге де қызықты әрі оңай рецептілер бар. Міндетті түрде каналыма да тіркелуді ұмытпаңыздар.